Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жанама түрде тұжырымдалған есептерді шығару. Бүгінгі сабақта жанама түрде тұжырымдалған есептерді талдайсыңдар және шығарасыңдар. Олай болса, алғашқы тапсырмаға назар аударыңдар. Орталық музейге түске дейін 205 бала келді. Бұл түстен кейін келген балалардан 68-ге артық. Музейге барлығы неше бала келді? Есептің шартын жазайық. Түске дейін 205 бала. Бұл түстен кейін келген балалардан 68-ге артық. Түстен кейінгі бала саны белгісіз. Барлығы қанша бала? Алдымен түстен кейінгі балалар санын анықтайық. Ол үшін қандай амал қолданамыз? Дұрыс айтасыңдар. Ол үшін азайту амалын қолданамыз. Яғни 205-тен 68 азайтамыз. Айырманың мәні 137-ге тең. Демек, түстен кейін 137 бала болған. Енді барлық бала санын анықтайық. Ол үшін 205-ке 137-ні қосамыз. Қосындының мәні 342-ге тең. Демек, бұл есептің жауабы музейге барлығы 342 бала келді. Жарайсыңдар балалар. Келесі есепке көшейік. Ұлттық кітапхананың өнер бөлімінде бір күнде 160 оқырман болды. Бұл мультимедиа бөлімінде болған оқырмандардан 4 есе артық. Ал мультимедиа және өнер бөлімінде қанша болса, Қазақстан кітаптары бөлімінде сонша оқырман болды. Қазақстан кітаптары бөліміне қанша оқырман келді? Алдымен есептің шартын жазайық. Өнер бөлімінде 160 оқырман. Бұл мультимедиа бөліміне қарағанда 4 есе артық. Мультимедиа бөлімінде белгісіз. Өнер бөлімінде және мультимедиа бөлімінде қанша оқырман болса, Қазақстан кітаптар бөлімінде сонша оқырман. Қазақстан кітаптар бөлімінде қанша оқырман? Алдымен мультимедиа бөліміндегі оқырмандар санын анықтайық. Ол үшін 160-ты 4-ке бөлеміз. Балалар, 160 пен 4-тің бөліндісі 40-қа тең. Демек, мультимедиа бөлімінде 40 оқырман. Енді Қазақстан кітаптары бөліміндегі оқырмандар санын анықтайық. Ол үшін 160-қа 40-ты қосамыз. Қосындының мәні 200-ге тең. Демек, бұл есептің жауабы Қазақстан кітаптары бөліміне 200 оқырман келді. Жарайсыңдар балалар. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Сызбалар бойынша есептер құрастырып, оларды шығарыңдар. Балалар, бізге сызба берілген. Осы сызбаға қарап, есеп құрастырайық. Бірінші сөреде 250 кітап, ал екінші сөреде 200 кітап. Бірінші сөреде екінші сөреге қарағанда неше кітап артық? Алдымен есептің шартын жазайық. Бірінші сөреде 250 кітап, екінші сөреде 200 кітап. Бірінші сөреде екінші сөреге қарағанда қанша кітап артық? Енді есептің шешуін жазайық. Бұл сұраққа жауап беру үшін 250-ден 200-ді азайтамыз. Айырманың мәні 50-ге тең. Сонымен бұл есептің жауабы бірінші сөреде екінші сөреге қарағанда 50 кітап артық. Жарайсыңдар балалар. Келесі есепке назар аударыңдар. Берілген сызба бойынша есеп құрастырайық. Кітапханада бірінші сөреде 145 кітап орналасқан. Ал екінші сөреде одан 3 есе артық кітап бар. Кітапханада барлығы қанша кітап бар? Алдымен есептің шартын жазайық. Бірінші сөреде 145 кітап, екінші сөреде белгісіз, бірінші сөреге қарағанда 3 есе артық. Барлығы қанша кітап? Алдымен екінші сөреде кітаптар санын анықтайық. Ол үшін 145-ті 3-ке көбейтеміз. Балалар, 145 пен 3-тің көбейтіндісі
435-ке тең. Демек, екінші сөреде 435 кітап бар. Енді барлық кітаптар санын анықтайық. Ол үшін 145-ке 435-ті қосамыз. Қосындының мәні 580-ге тең. Демек, бұл есептің жауабы барлығы 580 кітап бар. Балалар, сендер де тапсырмаларды дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Есепті шығарғанға дейін жауабындағы сан 300-ден артық болады деп болжауға бола ма? Есепті шығарыңдар. Театрдың жанына 150 қайын көшеті, ал терек көшеті одан 2 есе артық отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Балалар, есепті шығармай-ақ, есептің жауабы 300-ден артық болады деп болжауға болады ма? Иә, болжауға болады. Себебі терек көшеті қайын көшетінен 2 есе артық. Ендеше есептің шартын жазайық. Қайын көшеті 150. Терек көшеті белгісіз, қайын көшетінен 2 есе артық. Барлығы қанша көшет? Алдымен терек көшетін анықтайық. Ол үшін қандай амал қолданамыз? Дұрыс айтасыңдар. Ол үшін 150-ді 2-ге көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 300-ге тең. Демек, терек көшеті 300-ге тең. Енді барлық көшет санын анықтайық. Ол үшін 150-ді 300-ге қосамыз. Қосындының мәні 450-ге тең. Демек, бұл есептің жауабы барлығы 450 көшет отырғызылды. Жарайсыңдар, балалар. Балалар, келесі тапсырмаға назар аударыңдар. Есепті шығарыңдар. Лагердегі асханаға әр қайсысында 3 килограммнан 42 қап күріш және әр қайсысында 2 килограммнан 48 қап қарақұмық әкелінді. Қандай жарма артық әкелінді және неше килограмм артық? Алдымен есептің шартын жазайық. Күріш 3 килограммнан 42 қап, қарақұмық 2 килограммнан 48 қап. Қандай жарма артық және неше килограммға артық? Алдымен күріштің жалпы салмағын анықтайық. Ол үшін 3-ті 42-ке көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 126-ға тең. Енді қарақұмықтың жалпы массасын анықтайық. Ол үшін 2-ні 48-ге көбейтеміз. Көбейтіндінің мәні 96-ға тең. Демек, күріш қарақұмықтан артық. Енді қаншаға артық екенін анықтайық. Ол үшін 126-дан 96-ны азайтамыз. Айырманың мәні 30-ға тең. Сонымен бұл есептің жауабы 30 килограмм күріш артық әкелінді. Жарайсыңдар, балалар. Келесі есепке көшейік. Есепті тиімді тәсілмен шығарыңдар. Таудағы лагерге демалуға 96 бала және 24 ересек адам келді. Олар әрбір шатырға 6 адамнан орналасты. Неше шатыр қажет болды? Есептің шартын жазайық. Бала саны 96, ересек адамдар саны 24. Әр шатырға 6 адамнан орналасты. Шатыр саны белгісіз. Енді есептің шешуін жазайық. Ол үшін 96 мен 24-тің қосындысын 6-ға бөлу қажет. 96 мен 24-тің қосындысы 120-ға тең. Ал 120-ны 6-ға бөлсек, бөліндінің мәні 20-ға тең болады. Демек, бұл есептің жауабы 20 шатыр қажет болды. Сонымен, балалар, бүгінгі сабақта жанама түрде тұжырымдалған есептерді талдадыңдар және шығардыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.